Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз үй жағдайында чебуреки жасаймыз. Салмасы жусаймен жұмыртқамен өте дәмді, керемет шығады. Достар, мен көз мөлшермен жасап жатырмын. Ұнды салып алдық, үстіне жұмыртқаны саламыз. Және алдын ала суға тұзды салып, жақсылап араластырып қойғам. Суды құя отырып, қамыр илейміз жұмсақ етіп. Достар, каналыма тіркеліп, лайк, қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Егер де су азайып қалса, үстіне суды құйып, тағы араластырып жүріп, қамыр илейміз. Міне қамырымыз дайын, пакетке саламыз. Демалады 10 минуттай. 10 минут өткеннен кейін қайтадан алып, қамырды илеп қоямыз 1-2 рет. Қамырымыз өте қатты, немесе жұмсақ болмау керек, орташа. Міне қайтадан пакетке салып, жауып қоямыз. Енді жусайды огурттан теріп алдым. Енді осыны жуып, тазалап алып келдім. Енді бас жағындағы жаман жерлерін алып тастаймыз. Алып, қалғандарын біркелкі етіп, майда етіп турап шығамыз. Барлық жусайды. Жусайды турап болғаннан кейін, енді 10 тал жұмыртқаны аламыз. Ыдысқа жарып аламыз. Менде адам көп болғандықтан, мына жерде кемінде 4 пучок жусай, 10 тал жұмыртқа. Қазанымызды отқа қойып, кішкене сұйық май құямыз. Одан кейін жусайымызды саламыз. Барлығын салып алып, араластырамыз. Жақсылап жусайды араластырып алғаннан кейін, газдың оты орташа болып тұр, қатты емес. Араластырып алдық, енді жұмыртқаны саламыз. Жұмыртқаны салдық, жақсылап араластырамыз. Араластыруды тоқтатпаймыз, себебі күйіп кетеді асты. Дәміне қарай тұз саламыз. Жұмыртқа біркелкі піскенше осылай тоқтатпай араластырамыз. Тұзы аз болатын болса, үстіне тағы қосасыздар. Міне біздің жұмыртқамыз пісті, біркелкі етіп. Дайын салмамыз. Енді суиды. Енді қамырды алып, бөлеміз. Кішкене мөлшерді бөліп аламыз. Қалғанын жанына қойып қойсаңыздар болады, пакетке салып. Бөлген мөлшерді осылай тағы да бөлшекке бөліп, домалақтап шығамыз. Мен барлығын көз мөлшермен жасап жатырмын. Сіздер де осылай етсеңіздер болады. Қажетті мөлшерді осылай домалақтап шықтым. Қалған қамырды мен пакетке салып, қасыма қойып қойдым. Енді бетін жауып, тағы 5-10 минутқа қалдырамыз. Демалғаннан кейін осылай бір-біртіндеп алып, қамырды жаямыз, жұқа етіп. Сковородканың көлемімен бірдей етіп жаямыз. Жұқа етіп жайғаннан кейін үстіне салмасын саламыз. Достар, менде 2 түрін көрсетем. Қазір бірінші түрін. Міне салманы салдық. Бетін жабамыз. Үстімен қолмен жан-жағын басып шығамыз осылай. Енді артық қамырды осылай кесіп алып тастасаңыздар болады. Вилкамен тағы басып шығамыз. Екіншісі. Қазір екіншісін тағы да аламыз, ұнға салып аламыз. Жұқа етіп жайып шығамыз. Салмасын салып, бетінде жабамыз. Жан-жағын қолмен басамыз. Вилкамен басып шығамыз. Болды. Артық қамырды алмасаңыздар болады. Барлығын осылай алдын ала дайындап аламыз. Сковородкаға кішкене сұйық май құйып, қыздырамыз. Орташа қыздырамыз, қатты емес. Одан кейін чебурекімізді салып, пісіреміз. Асты сарғайғаннан кейін келесі бетіне ауыстырамыз осылай. Қазір қызарғаннан кейін міне осылай ары-бері ауыстырып отырып, жақсылап барлық жағын пісіріп аламыз.
өте оңай. Чебурекиді алдын ала осылай дайындап аласыздар, өйткені пісірген кезде үлгермей қалсаңыздар қаласыздар. Сол себепті алдын ала осылай чебуреки дайындап алып, пісіріп шығамыз тез-тез. Оттың асын орташа етіп қойыңыздар, өйткені қатты болатын болса тек қана беті піседі, ортасы піспей қалады қамырдың. Сол үшін орташа отта пісіріңіздер. Міне, біздің чебурекіміз дайын. Енді тарелкаға салып, шаймен ішуге болады. Әдемі әрі дәмді болып шықты. Бір талын бөліп көрсетейін. Салмасы өте керемет, мол болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын. Жасап көріңіздер, достар.